Қуанышбектің жүрегінде қуаныштан көрі мұңды ой басым. Оны ес білгелі ересектер есеңгіретіп келеді. Алдымен ата-анасы ажырасады, кейін өгей әкесі теракт жасамақ болып, бейбіт ортаны алаңдатады. Ортасында дүниеге келдім. Анам өзім туылғаннан бастап намаз оқиды деп білемін. Анам өзімнің әкем, туған әкемді білмеймін. Туған әкем анам маған аяғы ауыр болған кезінде ажырасып кеткен. Өгей әкемнің аты жөні Жұмашев Ерлан Симбаевич. Жұмашев қолдан жарылғыш зат дайындап, күшті құрылымдардың ғимаратын нысанаға алады. Бірақ діттегеніне жетпеді. Күдікті құрықтау операциясы кезінде көз жұмады. Ызаға булыққан жесірі радикалды шейхқа мадақ айтқан, ақылы жоқ топқа жетеді. Сол тобырға еріп, Араб көктемі революциялар сериясының жалғасы Сирияға 6 баласын ерте кетеді. Ол кезде Қуанышбек 15 жаста еді. Әскери дайындықта сол банағы мылтық шашу, жинау. Бізде бір 2 комнатты үйдің ішінде үйрендік. Халифа ешқандай ештеңе болған жоқ. Просто сондай бір-бірімен атыс, қырылыс, соғыс. Мұсылмандар бір-бірімен қырылатын. Сирияға кетіп жатқан көпшіліктің барлығы осы Құрандағы жаңағы кәпірлерді көрсең өлтіріңдер деген аяттарға мысалы тікелей. Ол аят пайғамбарымызға түсті, бірақ пайғамбарымыз деген кәпірлермен, кәпір тіпті яһуди көршілері болды. Көршілес кәпір мемлекеттермен енді келісім шартқа отырды. Демек, пайғамбарымыздың өзі бұл түскен аятты, кәпірлерді өлтіріңдер деген аятты біле тұрып, жанындағы бүкіл сахабалар біле тұрып, ешқайсы кәпірлерді өлтірген. Тікелей ала салып, оның қай кезде түсті, қандай мәселеге байланысты түсті, сол нәрсесін білмеудің нәтижесінде сол ағымдарға, сондай бағыттарға кетіп жатыр. Бөтен жердегі мақсаты бөлек соғыс ананы да, баланы да аямады. Туған жерін тағут деп табалағандар террорлық топтың тұзағына түскенде ғана тірі тауарға айналғандарын түсінді. Бірақ кеш, тым кеш еді. Шариғат дегеніміз не? Шариғат деп айналып ол заң. Ол діннің заңында мынаны істесең харам болады, мынаны істесең халал болады деген сияқты бір ар-намысын тиюге болмайды деген шариғат айтылатын болса, ол біздің конституцияда, еліміздің құқықтық нормативтік актілерінің бәрінде де тұр. Елге оралған жылы Қуанышбек те, анасы да бірнеше бап бойынша сотталды. 6 жылдан жаза арқалағандар қазір қатаң режимдегі колонияда. Екеуімен де теологтар жұмыс істеп жатыр. Ескертетін жайт, Жұмашевтардың бір ұлы бүлікшілер қолына мерт болды. Қалған балалар туыстарының тәрбиесінде. Мен түрмеде отырғанда 2,5 жыл болып, 2,5 жылдың ішінде көп нәрсе үйрендім. Сол жалған уағызшыларға, псевдо уағызшыларға, радикалдық ағымдарға, солардың бәріне сенбеуді үйрендім. Ақ пен қараны ажыратып, тәртібімді дұрыстау болсын деген, тезірек бостандыққа шықсам деп ойлаймын.